Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын, әрі оңай дайындалатын картопты чөберекке дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, бір шай қасық тұз саламыз. Одан кейін бір кеседе болатын қаймағымызды қосып, бір дана жұмыртқа қосамыз. Және де осы қамырымызды жылы сумен жақсылап илейміз. Қамырымызды біркелкі болғанға дейін илейміз. Қатты да жұмсақ та болмау керек, орташа деңгейде илеп аламыз. Және де салафанға салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында чөберекелеріміздің салмасын дайындап аламыз. Ең алдымен суға піскен картоптарымызға осындай сармайымызды қосып, үстіне кішкене ғана қара бұрышымызды себеміз. Одан кейін шай қасықтың жартысындай болатын тұзымызды саламыз. Ендігіде барлығын жақсылап, осы картоптарымызды пюре ұқсатып жақсылап еземіз. Сіздер негізі пюреге сүт қоссаңыздар болады, мен қосқан жоқпын, салмасын әртүрлі қылып жасауға болады. Енді жарты сағат тұрған қамырымызды алып, тағы 1-2 минуттай басып, илеп, қайтадан 5 минутқа қоямыз. Сонда қамырымыздың иіні қанып, жақсы болып тұрады. 5 минут болғаннан кейін қамырымызды салафаннан алып, 2 бөлікке бөлеміз. Қамырдың бірінші бөлігін тағы да жақсылап иінін қандырып, салафанға сала тұрамыз. Ал екінші бөлігін жұқалап жаямыз. Қатты қалың болмау керек, қатты жұқа болмау керек. Орташа деңгейде дөңгелек қылып жайып аламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз жайылды. Мен осындай кесені пайдаландым, дөңгелек қылып кесу үшін. Сіздер 4 бұрышты, 3 бұрышты жасауларыңызға болады. Енді осы дөңгелек қамырларымызға жаңағы дайындап қойған салмамызды саламыз. Содан соң қамырларымыздың жан-жағын осындай шанышқының көмегімен дөңгелетіп шығамыз. Енді қызып тұрған майға чөберекелерімізді салып, екі жағынан қорып аламыз. Оттың асын орташа қыламыз. Қатты қойсаңыздар, чөберекелеріңіз қытырлақ қатты болып пісіп қалады. Сондықтан орташа қылсаңыздар, жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Қатты қызартпай қуырамыз, осындай сарғыш түстес болу қажет. Мінекей достар, осымен біздің оңай әрі дәмді болып пісетін чөберекелеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналымда қатпарлы самса рецептісі бар, соны жасап, осы чөберекелерімізді жасап, қонақ келгенде ұсынсаңыздар болады. Күнделікті жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.